Ассаламағалейкум. Бүгін бұл осы видеода мен айтатын сөзім бар Қазақстан билігі Қасым-Жомарт Тоқаев үшін. Бірінші, Атажұрт партиясы, тіркелмеген Атажұрт партиясының мүшесі Бекзат Мақсұтхан мен қалған басқа мүшесін бәрін қойы беру керек. Екінші, Қытайдың қолында ұсталып жатқан Қазақстан азаматтығы Әлімнұр Тұрғанбайды қойы беру керек. Үшінші, Қытай азаматына визасыз кіретін саясат тоқтату керек. Сөздің қысқасы, Қытайдар визасыз кіру болмайды. Халықтың мақұлы болғанша. Халық қашан болады дегенде болады. Болмаса, бұл саясат өзгерту керек. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қасым-Жомарт сен осы Қазақстан билігіне келгеннен бері қарай осы қазақты әптен азапқа тықтың. Сен қазақтың президенті емес, сен керісінше қазақ халығының жауы болып отырсың. Осы күнге шейін қазақты еңіретіп жатып отырсың. Соның үшін бүгін мен сенің фотоңды күйдіріп саған назар аударам. Мен саған қарсыпын. Қазақ халықтарда саған қарсы. Бұл дүнияда, ол дүнияда сен дозаққа кет. Сен биліктен шегін. Сен Қазақстанның президенті болуға тиісті емессің. Сен көзіңді жоғалт, қанішер қазақ халығының сатқыны. Сендей бірдеме Қазақстанда президент болуға мәңгі рұқсат жоқ. Ал енді өртеніп кет, Тоқаев. Өліп ал маған десең. Қазақ үшін сен керек емессің.